Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымызды бастайық. Мына суретке назарларыңызды аударсаңыздар, thanks to penicillin, he will come home. Рахмет саған пенициллин. Сенің арқаңда үйге қайтатын болды. Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл пенициллин саңырауқұлағы туралы. Яғни пенициллин саңырауқұлағын біз медицинада антибиотик ретінде қарастырады екенбіз. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы саңырауқұлақтардың негізгі белгілері, саңырауқұлақтардың негізгі белгілерін сипаттау болып табылады екен. Саңырауқұлақтар құрылысына келетін болсақ, саңырауқұлақтар екі үлкен топқа бөлінеді. Зен саңырауқұлағы бір жасушалы және көп жасушалы. Бір жасушалы саңырауқұлақтарына зен саңырауқұлақтары мұқор, ашытқы, күнделікті өмірде нанның көгерген қамыр ашытатын кезде ашытқы дрожжыларын қолданатынымызды білеміз. Және көп жасушалы, қалпақшалы ағаш құлақ, ағаштың денінде өсетін және пенициллин, яғни суретке назар аударғандай емдік, яғни медицинада қолданылатын саңырауқұлақтар болып табылады. Саңырауқұлақтардың құрылыс ерекшеліктеріне келетін болсақ, саңырауқұлақтар денесі мицелийден тұрады. Мицелий ол лиф деп аталатын жіңішке тарамдаған жіпшелерден тұрады екен. Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтардың кифінде көлденең белгілер болмайды. Сондықтан олар тарамдаған үлкен бір жасуша түрінде болады екен. Ал жоғары сатыдағы саңырауқұлақтардың жасушасы қабырғасы целлюлозадан тұрады. Сондықтан олар қор заты ретінде гликоген немесе май тамшылары жиналады екен. Крахмал еш уақытта түзілмейді. Крахмал бізде өсімдікте түзіледі. Сондықтан бұларды жануар текті дейді екен. Бұларда қор заты гликоген ретінде жиналады екен. Лифтері жоғары қарай өседі. Осыдан жоғары сатыдағы саңырауқұлақтардың гифі көп жағдайда матасып, жалған, ұлпа, жыныстық спора дамитын жемісті дене түзеді екен. Саңырауқұлақтардың суды бойына өткізетін және оны буданықтап сақтайтын арнайы тетігі болмайды. Сондықтан олар тек ылғалды жерде өседі екен. Саңырауқұлақтардың қоректенуіне келетін болсақ, саңырауқұлақтар бізде гетеротрофтағысы бар. Олардың көпшілігі өліп қураған өсімдіктердің қалдықтарын қоректенетін сапрофиттер болып табылады. Саңырауқұлақтардың 10 мыңнан астамы өсімдіктерде паразит ретінде кездеседі, ал 1 мыңнан аздауы жануарлар мен адамдардың паразиті болып табылады. Саңырауқұлақтардың балтырлармен, кейде тіпті жоғары сатыдағы өсімдіктермен де селбесуі жиі кездеседі. Ақ саңырауқұлақтардың қайының, қарағайдың, шыршаның және басқа да ағаштардың түбінде өсетіні белгілі. Бұл жағдайда ағаштар тамырлармен саңырауқұлақтардың мицелийлерінің арасында тығыз байланыс қалыптасады екен. Мицелийдің жіпшелері тамырын тығыз орап, кейде тіптен ішіне енеді екен. Сонымен мицелий ағаштардың тамыр тұтықпен алмастырады, ал ағаштардың тамырларынан мицелий өзінің көреген және жемісті де түзуге қажетті органикалық заттарды алады екен. Саңырауқұлақтарды негіз біз жеуге жарамды және жеуге жарамсыз улы саңырауқұлақтар деп екі топқа бөледі екенбіз. Жеуге жарамды терекқұлақ, майқұлақ, қайынқұлақ, аршқұлақ, күлкіжем сияқты саңырауқұлақтар. Улы саңырауқұлақтарға шыбынжұрт, боз арамқұлақ, жалған, көбіртек жатады. Саңырауқұлақтардың көбеюіне келетін болсақ, бұлар екі жолмен көбейеді, жыныссыз және жынысты. Жыныссыз көбею зооспора түзу арқылы, яғни жіп-шумақтарының гифтері арқылы бүршіктену нәтижесінде экзогенді жолмен пайда болатын гонидийлер арқылы көбейеді. Ал жыныстық жолмен төменгі сатыдағы саңырауқұлақтар жыныстық көбеюдің бірнеше формалары болады: изогамия, гетерогамия, агамия, зеогамия деген типті болып бөлінеді. Ал жоғары сатыдағы саңырауқұлақтар оларда тыныштық кезеңінен бастап өткізеді, содан соң өсіп зооспора немесе спорангиялары бар, немесе спорангия спорасы бар қысқаша ек береді екен. Енді қайтадан осы суретке назар аударсақ, жеуге жарамды улы саңырауқұлақтарды. Келесі слайдта бізде зиянды саңырауқұлақтардың түрлері берілген және ол қандай зияны келтіреді екен. Шыбынжұрт бұл улы жеуге жарамсыз, көңілкеш ол да улы жеуге жарамсыз саңырауқұлақ. Боз арамқұлақ, талқан түбіртекке келетін болсақ, бұл да улы жеуге жарамсыз саңырауқұлақтар.
Ағзи немесе мұқор санырау құлақтары ағымда бұлар тағамды білдіреді, нанның көгеруі сияқты, тағамның көгеруі, емен ағаштарды зақымдайды екен. Қастауыш, қара түйе сияқты бұлар астық тұқымдас өсімдіктердің бидайды, жүгеріні зақымдайды екен. Жалпы санырау құлақтардың табиғаттағы маңызына келетін болсақ, табиғаттағы зат айналымына қатысады, бактериялар мен топырақта болатын басқа да майда санырау құлақтардың бірлесіп өсімдіктер мен жануарлардың санырау құлақтар қалдықтарын, өсімдіктердің құраған бөліктерін, жануарлардың майда бұлнақтылардың өлекселерін ыдырады, шірітеді екен. Яғни олар сапрофиттер. Топырақты азалы заттармен байытып, құнарлығын арттырады. Санырау құлақтардың қалдықтары ыдыратуға, топырақтың тазаруына, аурулардың тарамауына көп пайдасын тигізеді екен. Ал олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз түсінікті болса, санырау құлақтардың негізгі белгілерін сипаттаймыз, және қорытынды жасаңдар. Санырау құлақтың құрылысын, бір жасушалы санырау құлақтардың және көп жасушалы санырау құлақтардың ерекшеліктері, санырау құлақтарды жіктеу, санырау құлақтардың адам өмірінде қандай маңызы бар екенін біліп келеміз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назар қойып